Жылумен қамтамасыз етуде қиындыққа тап болған Екібастұзда еріктілер штабы құрылды. Ол жастар бастамаларын дамыту орталығында. Осы жерде суық пәтерлерде қалған халықтың әлеуметтік әлжуаз топтарының тізімдері жасалуда. Айта кетуіміз керек, төтенше жағдай енгізілген шаһарымызға мәжіліс депутаттарының бір тобы да ат басын бұрды. Олар да еріктілермен тығыз жұмыс жасауда. Наша основная задача сейчас. Біздің басты міндетіміз жағдаймен танысу. Қазір қиын жағдайға тап болған адамдардың тізімін алдық. Олар мүгедектігі бар адамдар, көп балалы отбасылар, жалғыз тұратын қарттар. Мәжіліс депутаттарының бір тобы жолға шықтық. Олар да осы Екібастұз қаласында орын алып отырған проблемалармен танысып, бір көмектерін бермекші. Штаб Аманат партиясының қалалық филиалында құрылды. Халық қолынан келгенше көмек беруде. Ол үшін жинау пункттері ашылуда. Қазақстанның әр жерінен хабарласып, қандай көмек керек деп сұрап жатыр. Ең маңыздысы осыны дұрыс ұйымдастыру. Еріктілерді бірнеше топқа бөлініп жұмыс істеуде. Олардың бір тобы қала көшелерінде аязды кезде күні түні бойы жұмыс істеп жатқан коммуналдық кәсіпорындардың еңбеккерлерін ыстық шай, тамақ таратуда. Енді бір халықтың әлеуметтік әлжуаз топтарының жылытқыш құралдарын жеткізуде. Еріктілердің қолында сондай 300-дей адамның тізімі бар. Здравствуйте. Вода холодная есть. Горячей нету? Нету. Дома холодно. Холодно, очень холодно. Как ваше самочувствие, Елена Ивановна? Да так, пойдет. Ну, такие люди ж не дадут пропасть. Спасибо. Не дадут пропасть. Спасибо вам большое. Это партия Аманат совместно с волонтерами по Большое поручению спасибо, дай главы Бог всем. государства, главы И главе государства, и области, и всего, и вам, мои родные, что вы вот таким холодом, морозом ходите. Дай Бог вам здоровья, не брошенное, уже настроение другое. Аманат партиясы да бұл іске құлшына кіріскен және өз үндеулерін халыққа арнады. Құрметті екібастұздықтар, Аманат партиясының негізінде халыққа көмек көрсету мақсатында қалалық еріктілер штабы құрылды. Сондай-ақ гуманитарлық көмекті қабылдау пунктісі жұмыс істей бастады. Штаб пәтердің мекен-жайы Павлодарская көшесі 10. Құрметті жерлестер, көмек керек болса, немесе жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, мұқтаж отбасылар туралы ақпарат болса, штабқа хабарласуларыңызды сұраймын. 875 405 7128 837 996 5010. Из Астаны. Астана қаласынан Аманат партиясының атынан Екібастұз қаласының тұрғындары үшін гуманитарлық көмек жеткізілетін болады. Онда жылытқыштар, көрпелер, термостар болады. Жүк алдымен осында жеткізіліп, көмекке мұқтаж отбасыларға таратылады. Көріп отырсыздар, Екібастұз өз мәселесімен жалғыз қалған жоқ. Оның үстіне жергілікті кәсіпкерлер де қолдарынан келген жәрдемдерін беруде.